Екінші сынып, бірінші бөлім, 54 сабақ, 5-ші есеп. 5-ші есепте кесте бойынша теңдеулерді құр, оларды шеш. Қосылғыш қосындының мәні. Дәл осылай мынандай кесте беріп қойған, екі кесте. Мына жерден бір теңдеу, екі теңдеу шығарамыз, 3 мен 4 теңдеу шығарамыз. Алдын ала дәптерге сызып алғандай. Бірінші теңдеу. X қосылғыш 17 тең болады 57-ге. Қосындының мәні мынау 57. Сонда x тең 57-ден азайтамыз 17-ні, x тең 40 болады. Сонда 40 қосу дәл осылай жазамыз. 57 тең 57. Екінші 24 қосылғыш y тең болады. Қосындының мәні 81. Дәл осылай теңдеуді құрып алдық. Міне y тең 81 азайту 24. Дәл осылай шығарасыздар. 81 деп жазасыздар. Келесі азайтқыштар. Y бұл азайтқыш. Мынау айырманың мәні. Y тең 58 қосу 38, Y тең 90 болады. Жауабы 52 тең 52. Дәл осылай келесі есепте. Азайтқыш айырманың мәні. Дәл осылай теңдеуді құрып алдық. Мен шығарып қойдық. Осыны жазсаңыздар болады. Y тең дәл осылай. Мынау жалпы азайтқыштың мәні шықты. Тең 28 деп жазасыңдар. Біріншісі автобус шығу уақыты. Дәл осылай жазамыз. Y тең 13 сағат 15 минут деп. Жолдағы уақытын 8 сағат деп келу уақытын табуымыз керек. Сонда шешуі 13 сағат 15 минутты қосамыз 8 сағатқа тең болады. 21 сағат 51 минут. Жауабы келу уақыты 21 сағат 51 минут деп жазылады. Екеуін қосып аламыз. Сонда 13 дециметр. Мынау метрді дециметрге айналдырғанда 30 дециметр болады. Сонда 13 дециметрді атыстаймыз. Тең болады 17 дециметр деп жазылады. Жауаптар осылай болады.